Өңірімізге жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары бірқатар өндірістік нысандар алады. Орал трансформатор зауыты мен үй құрылысы комбинатының ұжымдарымен жүздесіп, ұсыныс тілектерін тыңдады. Жұмыс сапарының мақсаты аймақтарды аралап, көпшілікті мазалаған мәселелерге мән беру, қоғамның экономиканың дамуына тежеу болып отырған тұстарды анықтау. Ғайниден Баянов деген шаруа қожалығының басшысы 35 гектар жерге кукуруз егіп отыр екен. Құнарлы нәрсе кукуруз деген. Сол бізде ереже бойынша 400 гектардан жоғары егетіндерге субсидия беріледі. Мен айтам, ойлаймын, неге сондай шаруашылықтарға 30 гектар, 50 гектар егетіндерге біз субсидия беретін болсақ, көмекке, шағын болса да, онда көбі соны егереді. Онда бана қарап отырмас едіңіз, бүгін жаңбыр жауа ма, жаумай ма, шөп шыға ма, шықпай ма, су келе ма, келмей ма деген сияқты. Түсініп отырсыз ба? Осы мәселені біз барғасын көтереміз деп ойлап отырмыз. Орал трансформатор зауыты өз өнімінің 90%-ын шетелге экспорттайтын іргелі кәсіпорын. Компанияда өндіріске қажет кадр әзірлеу басым бағыттың бірі. Сондықтан жергілікті колледждермен тығыз қарым-қатынас орнатылған. Бүгінде зауыт қызметкерлерінің орташа жасы 28-де. Білікті мамандар дайындау мәселесі үй құрылысы комбинатында да ерекше мәнге ие. Мұнда қазір 66 адам еңбек етеді. Биыл мұнда өндірілген өніммен көп қабатты 4 үй салынды. Жоспарда тағы 3 тұр. Комбинат жылына 50 мың шаршы метр құрылыс материалдарын дайындауға қауқарлы. Комбинаттың бір пайдасы бұл жылдам жаңа тұрғын үйлер тұрғызылады. 9 этаж тұрғын үй, оған монолитный каркасный болған жағдайда ол бір жылдың үстінде уақыт кететін болса, бұған ең жоғары, ең ұзақ уақыт дегеннің өзінде 9 айдан аспайтын уақытта тұрғын үйдің құрылысы аяқталады деп жаңа компания басшысы айтып отыр. Бұл әрине жылдам халықты тұрғын үймен қамтамасыз етуге үлкен көмегі бар. Қазіргі кезде мемлекет нұрлы жер бағдарламасы әрине осы халық аз қамтылған, жаңағы көп балалы отбасыларға арналған, немесе мынау жергілікті әкімшіліктерде тұрған, тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарды тұрғын үймен қамтуға үлкен мүмкіндік береді. Бұған қоса сенаторлар Ақжайық ауданында болып, әлеуметтік нысандардың жұмысына зер салды. Жайық өзенінің экологиялық жағдайына және жағалауды бекіту жұмыстарына көңіл бөлді. Депутаттар Атамекен лагерінде болып, балалардың жазғы демалысымен де танысты. Рауандали, Рүстем Исжанов, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.